Кітап оқу өзіңді үздіксіз дамытудың негізгі құрамдас бөлігі. Осыны естен шығарма. Уақытты зая кетірмей, білім нәрімен сусындатып шөліңді қанды. Өзіңмен күрес, өзгеден мін іздегенше, өзіңнің мінсіз нұсқаңа талпын. Бүгіннен баста. Не үшін кітап оқимыз? Біз кітапты алуымызға 3 түрлі мақсат қойып отырмыз. Бірінші, ой деу үшін, екінші, шабыт алу үшін, үшінші, сұраққа жауап табу үшін. Кітап оқу жеңіске жететін жолы болғыш адамдардың әдеті екен. Жеңіске жететін адамдардың кітапханасы үлкен болады деген екен. Яғни, лидерлікке жетудің ең тиімді жолы кітап оқуды әдетке айналдыру. Жетістік жоқ, жеңіс бар. Мақсат жоқ, нысана бар. Мотивация жоқ, шабыт бар. Ол үшін кітап оқы, ізден, үйрен, ерімде. Әрекет еткіңіз келсе, жетістікке жеткіңіз келсе, намысыңызды жанығыңыз келсе, үздіксіз дамығыңыз келсе, керемет шабыт алғыңыз келсе, әлемді жаңалықпен жарғыңыз келсе, Жалқаулықтан қашқыңыз келсе, жасырын талантыңызды ашқыңыз келсе, сіз екінші болмаңыз. Мақсатты емес, мақсатқа апарар жолды белгілеп алу қажет. Ал нысана сол жолдағы әр кезеңде белгілі бір мәселелерді шешу. Сондықтан мақсатты емес, нысананы белгілеп ал. Сол кезде жеңіс жолында сен жүресің. Кітап өмірдің ең асыл және қараңғы жолдарына жарық беретін шам. Теңіздің түбінен гауһар алынады, кітаптың түбінен білім алынады. Кітаптың ішінен әріпті емес, ойды ізде. Жеңіске жетудің қазақша жолы Екінші болма! Қуаныш Шыңбайдың екінші болма кітабынан ой түйгенім, адам қиындықтарды өзі жасап алады екен. Біз өзіміздің энергиямызды басқаларға жұмсаймыз. Басқалардың қандай киім кигенін, қайда барғанын, қандай көлік мінгеніне назар аударамыз. Бірақ бұл дұрыс емес. Менің қолымнан ештеңе келмейді дегенді сенен басқа ешкім білмейді. Ол сенің ғана басыңда туындаған ой.